Жалпы қай кезеңде, қай қоғамда болмасын, адамның қадірі, абыройы өте маңызды. Жалпы дінімізде, жалпы ислам тарихында ғалымдарымыз, сахабалар, пайғамбарымыздың тәлімін алған сахабалар, олардан дәріс алған табииндардың өміріне көз жүгіртсек, мысалға бірде Сәлим ибн Абдилла ибн Омар радиаллаху анхум, Сәлим деген танымал табиин ғалымы. Өйткені ол Абдулла ибн Омар дейтін сахабаның баласы. Сол Сәлим бірде Кағбада жүрген кезде, сол заманында Умауилер халифасының бірі Хишам ибн Абдул-Маликпен жолығады. Хишам ибн Абдул-Малик Сәлимге айтады: «Я Сәлим, менен қандай қажетің бар, сұра, мен өтейін» дейді. Халифа айтады, сол кездің патшасы. Сонда Сәлим айтады: «Мен Алланың үйінде жүріп, Алладан басқа біреуден бір нәрсе сұраудан ұялам» дейді. Мен Алланың үйінде жүріп, Алладан басқа біреуден бір нәрсе сұраудан ұялам дейді. Сөйтіп, қажылық рәсімін жасап, мешіттің сыртына шыққан кезде Хишам айтады, әлгі халифа: «Я Сәлим, біз енді шықтық, Алланың үйінде емеспіз. Қандай қажеттілігің бар, сұра» дейді. Сонда Сәлим ибн Абдилла ибн Омар радиаллаху анхум, Сәлим айтады: «Ақыреттің қажеттілігі ме, әлде дүниенің қажеттілігі ме?» Халифа айтады: «Ақыретті Аллаға қалдырайық, дүниенің қажеттілігінен сұра» дейді. «Дүниеден не керек саған?» дейді. Сол кезде Сәлим былай дейді: «Walлахи инни ма саалту ад-дуния ман ямликуха, фа кайфа асалу ад-дуния ман ла ямликуха. Инни ма саалту ад-дуния ман ямликуха». Мен еш уақытта дүниені оның иесі болғаннан сұраған емеспін дейді. Мен дүниені, бүкіл дүние мүліктің иесі кім? Ләхул мүлк, Алла. Мен Алладан, яғни дүниенің мүліктің иесі болған Алладан дүниені сұрамаған кезде, оның иесі болмағаннан ол дүниені қалай сұрайым дейді. Яғни Алладан дүниені сұрамаған кезде, мен Алладан басқадан, оның иесі болмаған пендеден ол дүниені қалай сұрайым дейді ғой. Қараңыз. Яғни Хасан аль-Басри, ол да танымал табиин ғалымы, былай дейді: «Ла тазалу кариман алан нас ма лам туати ма фи айдихим». Сенің қадірің, абыройың адамдардың ішінде сақтала береді, қашан сен олардың қолындағы нәрсеге телмірмейінше. Адамдардың қолына қарап, оларға жалтақтап, олардан сұрап, олардың міндет астына қалатын болсаң, адамдардың арасында қадірің кетеді дейді. Көрдіңіз бе? Өте маңызды. Сол үшін қазақ айтады: адамнан сұрағанның екі көзі шығады, Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады дейді. Өте маңызды нәрсе, қай кезеңде болмасын. Біз Алладан басқаға міндет астына кіріп, соларға тәуелді болып, солардан сұрап, солардың қолына қарап қалатын болсақ, Алла мына дүниеде біздің абыройымызды, қадірімізді түсіріп қояды. Сол үшін міндетті түрде бірінші кезекте барлық ризықтың, дүние мүліктің иесі болған Аллаға бірінші қол жаю керекпіз. Содан сұрауымыз керек. Сол үшін де Ибн Аббасқа пайғамбарымыз: «Фаиза саалта фасалилла». Егер сұрасаң, Алладан сұра. «Иза стаанта фастаин билла». Егер көмек сұрасаң, Алладан сұра дейді. Көрдіңіз бе? Біз анық, нақты, сенімдіміз негізінде Алла беруші, ләхул мүлк. Солай ғой. Күллі шейін қадир,
барлық нәрсеге Алланың күші жетуші екенін біле тұра, біз оның иесі болмаған, өзі мұқтаж болған біреулерге қол жаямыз да. Солардың қолына қараймыз. Әрине, Алла сол кезде абыройын түсіріп қояды. Ол біздің өмірімізде бар. Кейбір адамдардың қадірі, абырой жоқ. Неге? Алладан басқаға қол жайып кеткен. Қайыр сұрап жүрген, тіленшілік жасап жүрген адамдарды кім менсінеді, айтшы? Кім оларға құн береді? Күнделікті өмірде қадірі жоқ. Тіпті сен оларды аяйсың, немесе менсінбейсің. Көрдіңіз бе? Өйткені шариғатымыз, дініміз бұған өте қатты қараған. Тіленшілік, пайғамбарымыз оған жол бермеген. Сондықтан бұл да бір адамның абыройын, қадірін, құнын келтіретін бірден бір нәрсе. Біз адамдардың міндет астында қалу, олардың қолындағы нәрсеге телміріп, алақан жайып, соларға кіріптар болу біздің абыройымызды кетіретін нәрсе екен. Әрине, болады кейде жағдайлар болады. Тағауну алал бирри уат тақуа, жақсылықта бір-біріне жәрдемші болыңдар дейді. Ол басқа, бірақ әрдайым біз солай өзімізді сондай жолға түсіретін болсақ, әрине, жаңа айтқандай, қадіріміз қалмайды.